қазір кейде көп сұрайды бізде, кеше сапарда болып келдім өңірде, сол жақта жастар менен сұрады. Жағдайымды реттеп алып үйленейін ба, или үйленіп мына жағы ба деп. Мен айтамын, оның бәрін бабаларымыз айтып қойған ғой бәрі енді. Бас екеу болмай, малың төртеу қыламайсың деп жатыр. Міне шариғаттан алынған соның бәрі. Яғни тапқан табысың, өмірің керемет, берекелді болса, срочно бүгіннен қалмай үйленіп кетіңдер жігіттер. Қазір осы шықпада тез варианттар кірсіңдер. Бүгін ертеңнен қалмай алдымыз қыс, суық келе жатыр. Жастықты құшақтай бермей, Құдай қосқан жарыңды қосыл, иншалла, соның баракатымен сенің өміріңдегі бүткіл ризығыңа бәрі баракат келе береді екен сол арқылы. Өйткені бойдақшылықтарды шайтан азғыру жеңіл екен бойдақтарға. Бойдақ адамның ойы да дұрыс болмайды. Сол себепті шариғат бойынша бойдақтарды, отбасы құрмаған бойдақтарды имамдыққа шығару макрух болады мына жерге. Имамдыққа шығару. Енді тарауық намазда қариларымызды шығарамыз енді, жас балдар. Олар Құран жаттаған, амнияқтағы отбасын құрғандар айтыңыз, ешқайсы Құран жаттамаған да. Егер Құран жаттаған қарилар болса, қазір бала шағасы бар ағаларымыз, ана патсандарға былай тұр дейміз ғой бәріміз. Тұр былай, көкем шыққанда деп. Жағады. Айтайын десе, ол баратындар ешқайсы Құран жаттамаған. Мына жағын бәрін игере берген, мына жағы қалып қойған. Ана жас бала болса да, бірақ Құран жаттап алған да, 30 параны. Сосын тарауық намазы бұл сүнна муаккада бекітілген сүннет намаз болғаннан кейін, оны имамдыққа істеймін ерге, жамааттың алдына шығып, бізге толық Құранды оқып бер деп айтамыз. Проблема жоқ. Ал басқа парыз намаздарда жалпы 5 мезгіл намаздарға бойдақты шығару макрух болады михрабқа. Не үшін? Қалай ойлайсыздар? Не үшін? Бойдақтар ойлауы мүмкін, біздің не кінәміз бар деп. Не үшін? Толық емес, дұрыс. Хадис айтып жатсыздар, балатсаң. Оны Расулullah айтқаны, яғни отбасы құрылмай имандарың камил болады дейді. Өйткені ол бойдақ адамдардың жаңағы ойы шашыраңқы болады екен. Біз бәріміз намазымызды сеніп, мынаған тапсырып қойдық. Бұл көкен баласы міне тұрып алды, басқа нәрсе ойлап тұр да. Ой басқа жақта. Егер ішіп жүрген мынандай суы болса, суына тойып келеді де, нерге шықса имамдыққа. Болды, қарны тоқ, шөлі қанып келген, ойын бәрі бір жерде, рахаттанып құлшылықта намаз оқиды да оймеген. Бәріміз рахаттанып, намазымыз бәрі бүтін болып, қайтамыз бәріміз. Сосын ризық баракатында молайтатын жол бұл не екен? Үйлену.